Әлемде көптеген мультфильмдер бар. Олардың бірі қызықты, күлкілі болса, ал басқалары қорқынышты, мистикалық болады. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Абай Ғой арнасы. Бүгін сіздерге қорқынышты хоррор мультфильмдерді назарыңызға ұсынамын. Лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ендеше мен бастаймын. Бірінші мультфильмнің басы бір кішкентай қыздың шахтада жұмыс жасап отырумен басталады. Артына түрі қорқынышты түлкі келіп, тексеріп қарап кетеді. Түлкі қыздың жұмыс жасап жатқанын көріп кетіп қалады. Сол кезде қыз есікке қарап қашуға бел буады. Қыз қашады, бірақ жаңағы түрі қорқынышты түлкілердің даусынан қорқып қалады. Содан соң тез арада далаға шығатын есікті табады. Және де өз үйінің терезесінен үйінің саңғанын айтады. Өз үйінің терезесінен анасын көреді. Анасын көре салысымен бірден айқайлай түседі. Бірақ анасы мән бермейді, себебі ол терезе іштен қараса айна болып тұрады екен. Қыз анасының байқамағанына мұңаяды. Анасы қызын шақырады. Қыз бірден терезеге қарайды. Содан соң қыздың даусымен түлкі келеді. Анасына ол түлкі деп айтқысы келеді. Бірақ түлкі анасының көзіне қызы болып көрінеді екен. Қыз мұңайып тұрғанда артынан түлкілер келіп қалуымен бірінші мультфильм бітеді. Екінші мультфильм екі бұзық жігіттің бір ескі үйді қиратуымен басталады. Бір жігіт есіктің дауысын естиді және сол жаққа бет алады. Жігіт қараңғы бөлмеге кіргенде есік өзімен-өзі жабылып қалады. Бірақ есіктің артында жаңағы досы тұрады. Ол бұны әзіл ретінде жасайды. Бір кезде қараңғы бөлмеден бір құбыжық шығып жігітке тап береді. Оны естіген досы қарауды шешеді. Бірақ досы қараңғы бөлмеде болмай шығады. Ішке кіргенде бетіне қан ағады. Жоғарғы қарағанда досы тұрады.
досына да құбыжық шабуыл жасайды. бір күні сол ескі үйдің қасында ағасы мен қарындасы жүреді. Қарындасы көбелекті қуамын деп ескі үйдің ішіне кіріп кетеді. Көбелек кірген соң шоққа айналады. Қарындасы оны қолмен ұстайды. Сол кезде ағасы қарындасын алып кетпекші болады. Қарындасы шығайын деп жатырғанда алдына жаңағы құбыжық шығады. Қарындасының айқайын естіген ағасы үйге келсе, қарындасы қуыршаққа айналып кетіпті. және жүрегі жоқ болып шығады. Ағасы терезеге қарағанда жаңағы құбыжықты көре салысымен ішіне жауып алады. Терезеден құбыжықтың қолы шығып, оны ағасы жұлып алады. Ағасы қолмен шайқасып болған соң, қарындасы оған шабуылдайды. түн болады. Ағасы жаңағы көргендеріне өзі сенбейді. бір кезде құбыжық өтіп кетеді. Ағасы оны өлтірмекші болады. Ол білгендей құбыжық ағасын қорқытады. Қорыққан ағасы құбыжықтың басын жұлып алады. Үйде өрт болады. Ағасы дегеніне жетіп, құбыжықты ұрады. Аузынан жүректер шығады. Ағасы қарындасының жүрегін табады.
және қарындасына салады. Қарындасы тірі адамға айналады. Құбыжық құлап түседі. Оны көрген екеуі шығып кетеді. Мультфильм үйдің жануымен аяқталады. Осымен достар, видео соңына келді. Лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.